Барша экран алдына жиналған көрерменге сәлем. Бүгінгі видеода сіздердің назарларыңызға 2014 жылы жарық көрген «Азбука смерти» атты фильмді ұсынбақпыз. Бүгінгі сіздердің көретін бұл киноларыңыздың басқаларынан ерекшелігі, киноға атсалысқан 20 режиссер өздеріне мәлім өмірдегі оқиғаларды біріктірді. Алда қызықты кино сізді күтуде, сондықтан видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Айдаладағы үйде екі жұп өмір сүреді. Мұндағы әйелдің аяғы ауыр, қызығы сол әйелдің аяғының ауыр болғандығына осымен 13 жыл. Сол уақыт бойы ішіндегі баласы өсіп, барлық денесін қамтып кеткен екен. Жалпы бұл оқиғаның бастапқы шағына оралсақ, алғашында басқалардан айырмасы жоқ болып, жүкті болған әйелдің ай күннің өтіп, ендігі баласының өмірге келер уақыты асып кетті. Ал үйдегі еркек, яғни оның күйеуі Тай біраз уақытқа оны жалғыз тастамақ. Әйелінің жалынып, жалбарынғанына қарамастан, мен бір күні келемін деп кете барады. Ол кетерінен бұрын әйеліне алдағы бірнеше жылға жетерліктей емдік шөптер тастап кеткен болатын. Жалпы солай Тай әйелінің жүкті екендігіне қарамастан кете барды. Арада бірнеше жыл өтті. Әйелдің аяғының ауыр болғандығына осымен 13 жыл. Осы уақыт аралығында оның денесінің жартысы баласымен толыққан. Бала да өсіп, анасының ішінде жатып, онымен сөйлесе алатын болды. Жаңа айтқанымыздай, Тайдың тастап кеткен тамақтары бар болатын. Бірақ уақыт өте келе 13 жыл ішінде ол тамақтың бәрі бітіп, банкілері босап қалды. Әйелдің өзі болса тамақ табатындай халде емес. Денесіне жайылған баласының салдарынан жүре де алмайды. Тек бауырлай еденге сүйретіліп қозғалатын. Жалғыз қалған әйел үйтіп күйеуінің келер жолын күтіп жүргенде сырттан дауыс шығады. Күйеуім келді ма екен деп үміттеніп шыққан еді, сөйтсе бұл шөпке шырмалып қалған мысық екен. Қайта осы мысықтың оның күйеуіне қарағанда пайдасы тиді. Тұтқынға түскен мысықтың әйелі отқа қақтап жеп алады. Бұл күнгі тамақтан кезінде әйел өзінің ішіндегі баласымен сөйлесе бастайды. Туылғалы жарық өмірді көрмей, көзін ашқаннан бері көріп келе жатқаны анасының іші болғандықтан бала осы өмірінен налиды. Оған қосып күнделікті жейтін дәмсіз тағамдардан да жалыққан. Ал баласына көтеріп жүрген ана өз әңгімесін бастап, өзінің жалғыздықтан қатты қиналып жүргендігін айтады. Бірақ та қанша жиналып, қанша жалғыз қалса да әйел өзінің баласынан бас тартқысы жоқ. Ол күндердің бір күнінде болсын осы баласының дүниеге келетіндігіне сенеді. Осындай күні оның жоқ болып тастап кеткен күйеуі Тай да үйге оралады деп ойлайтын. Сол күні түнгі уақытта әйелдің іші ауырады. Осындай ауырсынулар орын алған кезде әйел күйеуі Тайдың тастап кеткен дәрілерін ішетін. Бұл жолы оның қалдырған банкасына қол созып әрең жеткен еді, бірақ та алдамшы үміт нәтижесінде банка бос болып шығады. Осындай ауырсыну таң атқанға дейін жалғасады. Анасының ішінде саналы ғұмыр сүріп жүрген баласы оның бұлай ауырсынуына төзбегендей, анасына мен босап шығамын деп айтады. Алайда әйел баласының олай жасайтын болса, бірден өлетіндігін түсініп, баласына бұлай жасамауын айтады. Бірақтан да шешім қабылдаған бала анасының ішін жарып шығады және анасын ауырсынудан құтқарып өз өмірімен қош айтысады. Ұзақ жылдар бойы жүкті болған әйел баласының мәйітін жерге көмеді. Кейін өзін қалыпқа келтіре бастайды. Оның осы жүктілікпен өткізген 13 жыл ішінде біраз нәрсе ластанып бүлінген еді. Сол былықтың орнын толтырып үйді ретке келтіре бастады. Не де болса әйел үшін мұндай жеңілдіктен асқан бақыт жоқ еді. Бір күні Тай үйге келді. Ол ұятсыз ештеңе білдірмегендей әйелінен баланың не қылғанын сұрайды. Кейін әйелі болған оқиғаны айтады. Қамықпай жауап берген Тай екінші балаға әрекет қылайық дейді. Алайда әйел қарсылық білдіріп еді, Тай сонда да ісін бастады. Оқиғаға келер болсақ, бұл бір компания еді. Ондағы барлық адамдар үстеріне қара киім киіп, қара сөмке ұстаған. Тіпті өздерімен бірге ерткен иттеріне дейін осындай киім киген. Ал бұлардың бір ұқсастығы барлық киген киімдерінде U атты әріп белгіленген. Мұндағы бірдей киінген қалың көпшіліктің ішінен бір ер адам ғана қарапайым адамша жүріп келеді. Ал басқалары оның бұл жүрісін көріп таңданыспен қарайды. Ал ер адам айналасынан қауіп сезгендей жан-жағына жалтақтап, одан сайын бұл ортадан кеткісі келеді. Ақыры осылай асығыс жүруінің салдарынан соқтығысып жерге құлады. Сонда барлығы оған жақындап келіп, сканерге салады. Нәтижесінде басқа күдікті көрінген адамдар бұл қарапайым жігітке бөгде адам деп тауып роботты шақырады. Мұнда келген робот аяусыздықпен жігітті өз ішіне тартып алып, тірілей өртеп жібереді. Ал қалғандары керемет көңіл күйге еніп, қол шапалақтайды. Қараңғы бөлмеде 3 адам отыр. Екеуі ерлі-зайыпты жұптар болса, үшіншісі ер адам. Олардың алдарында бір оқты қару. Олар өз-өздерін өлтіруге тырысуда. Алғаш қолына қару алған әйел шекесіне қару тақап өз-өзін өлтіруге тырысады. Бірақ бақытына орай аман қалады. Сонда көзілдірікті жігіт оған ұрысып, шекеңе қаруды дұрыстап тақа, әйтпесе өлмейсің дейді.
Кейінгі кезек көзілдіріктің өзіне келіп, ол бір шиша арағын ұрттап жібереді де қаруды шекесіне тақайды. Оның да жолы болып тірі қалады. Кезек ер адамға келгенде ол қуанышты түрде ендігі мен өлемін дейді. Бірақ та бұл да тірі қалды. Кезек айналып қарумен өзін ататын жаңағы әйел болды. Әйел жанындағы күйеуімен бір қоштасып атып еді, тағы тірі қалды. Көзілдірікті ашуланғандай не болмаса да өлуге асыққан түрде өзінің аузына оқ атады. Бірақ бұл да тірі. Ер адамның өлетіні анық. Ол қаруды шекесіне тақап тұрды да оқты әйелге атып өлтіріп тастады. Осы сәтте сырттан қандай да бір дыбыс естіліп бұларды шошытады. Дыбыстың иесі көп ұзамай келіп бұларды өлтіретіндей. Осылайша бүгінгі ерекше фильм соңына жетті. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше аман сау болайық.